Sizin bir istediğiniz жалпы оқу үшін байланысты оқушыларды бағалау. Қараңыз, бетке кіргеннен кейін Google торабына кіріп, мына жерде 9 нүктені басамыз. Осы жерде біздің кіріп отырған ағай мектептің қосымшалары келген. Осы жерден классрумды таңдаймыз. Бетімізге кірдік, яғни сізге бірінші кірген кезде мұғалім болмаса оқушы деген беттер ашылуы мүмкін. Сіз сол жерден мұғалім батырмасын таңдайтын боласыз. Ал оқушылар үшін оқушы батырмасын таңдайтын болады. Жаңа курс құру батырмасын шешеміз. Курстың атын мысалға біз 8-ші сынып өз пәніңізді жазасыз осы жерге. Информация құру батырмасын шешеміз. Нәтижесінде осы топқа арналған миттің сілтемесін алуға болады. Кодсын жіберді оқушы үшін. Енді осы жерге жасалған оқушылардың жинақталған бүкіл сыныбыңыздағы оқушылардың жасаған жұмыстарын көріп кері байланыс беруге болады. Енді оқушылардың осы мына кодқа тіркелу үшін өзі осы сыныптың оқушысының WhatsApp чатына, болмаса тағы басқа чатқа осы кодсын жіберуге болады. Енді біз оқушы үшін құрып көрейік. Оқушысын құру үшін біз оқушы үшін кірдік өз бетімізге. Енді осы жерден оқушылар жаңадан курс құрмайды. Оларға да тура осылай бет ашылады. Таңдау оқушы ма, әлде мұғалім бе? Олар оқушы батырмасын шерткеннен кейін курсқа қосу батырмасы ашылады. Осы жерде бағана сіздерге код курсы жазады оқушылар, қосу батырмасын шертеді. Нәтижесінде сіз жіберген 8-ші сынып информация курсы ашылды. Енді біз оқушылардың бетінен шығып, мұғалімнің бетіне кіреміз. Яғни мұғалім болып біз тапсырма жіберуіміз қажет. Кірдік өз бетімізге. Енді оқушыларға тапсырма жіберуіміз керек. Олсын осы жерден. Енді пользователь деген серіктемеден бізде бір көрсетті. Оқушылардың өз аттарымен кірген аккаунттары бойынша осы жерде сізді қанша оқушының бар екені мына жерден көрінеді. Енді тапсырма жіберуіміз керек оқушылар. Создать батырмасын шерткенімізде тапсырма жіберуіміз қажет. Мысалға тапсырмамыз сенім болсын мына жерде. Тапсырмаларды қоссаңыз, мысалы 27-ші тақырыпты оқу. Осы жерге жалпы жаттығуларды орындаңыз. Тапсырма барлық оқушыларға жіберіп тұр. Осы жерден таңдап жіберсеңіз де болады, барлық оқушыларға жібереміз. Балл бізде ең жоғары балл 10 балл болады. Тапсырма жіберілді оқушыларға. Енді оқушысын көрейік. Оқушының бетіне кіреміз. Оқушының бетіне кірдік. Оқушының курс бөлімін өтеміз. Тапсырма қайыз. Сіз жіберген тапсырманы келді. Енді осы тапсырманы оқушылар орындап, өздері кері байланыс беру керек. Ол үшін енді оқушы тапсырманы орындады, дәптерден суретке түсірді. Сосын осы жердегі мына добавить плюс батырмасын шертеді де осы жерден Google бекітті немесе файлды таңдап өзінің суретке түсіреді. Осы жерден мысалы тапсырмасын орындағаннан кейін кәдімгі фотодан да белгілі
Өзінің таңдаған тапсырмасын сүреттетілген сол күрестің беті габарит батырмасын жібереді. Енді оқушы мұғалімге жұмысын жіберді. Енді біз мұғалім үшін керек. Оқушының орындаған тапсырмасын көруіміз қажет. Мұғалім бетіне өтті. Қолданушылар тізіміне көшеміз. Осы жерден біздің оқушымыз осы оқушылардың міне екі тапсырманы суретке түсіріп жіберген. Енді біз осы жерден подробная батырмасын көретеміз. Мына бірінші оқушының тапсырмасын көріп бітіп бағалаймыз. Мысалға 8 балл, осы жерде болсын 7 балл. Тым қойған балдарымызды енді біз оқушысын көріп көрейік. Оқушысын көріп жіберген тапсырмамыз тағы да қосымша тапсырма жіберуге болады. Уақыт сандарды қойсаңыз жағдай болады. 10 балдан 8 балл алды оқушы. Осылай оқушыға кері байланыс жазуға болады және осы жерге комментарий қалдырсаңыздар да болады. Негізі оқушылар соткамен көрген ыңғайлы.